Саламатсыздар ма оқырмандарым? Бүгін мен сіздерге үлкен ми, өкпе, тері қалай қартаятыны жөнінде айтатын боламын. Келесі видеом бұлшықет, шаш және жыныс бездерінің қартаю туралы болмақ. Видеомды өткізіп алмас үшін каналыма тіркеліп, лайк басып және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Ағза мүшелері қалай қартаяды? Ішкі дүниеңізде не болып жатқанын біліп, сезініп, оған қамқор болу үшін мұны біле жүргеніңіз жөн деп ойлаймын. Үлкен ми 20 жастан кейін қартаяды. Адам дүниеге келгенде жүйке жасушаларының саны 100 миллиард шамасында болады. Ал 20 жастан бастап, яғни жас ұлғайған сайын, адамның үлкен ми жүйке жасушаларының саны біртіндеп азая бастайды. Сөйтіп, 40 жасқа барғанда жүйке клеткасынан күніне 10 мыңы азайып отырады. Ол адамның есте сақтау қабілетіне, ортаға бейімделгіштігіне және үлкен мидың қызметіне ықпал етеді. Сондықтан орта жастан асқаннан кейін адамның есте сақтау қабілеті төмендейді. Өкпе 20 жастан кейін қартая бастайды. Адамның өкпесі де 20 жасқа дейін даму, қалыптасу, тамаша қызмет ету сатысында болады да, одан кейін біртіндеп қартая бастайды екен. Ал 40 жасқа барғанда тыныс алуды меңгеретін бұлшықеттер мен кеуде қуысы қатайып, өкпенің қозғалысы қиынға түседі. Содан өкпенің өміршеңдік қуаты әлсіреп, шаршау, алқыну секілді жағдайлар көбейе бастайды. Тері 25 жылдан кейін қартаяды. Адам терісінің өмір жасы 25 жыл екен. Одан кейін коллагеннің бірігу жылдамдығының төмендеуіне, серпімділік қасиетіне ие ақуыздар санының азаюына байланысты, ол да қартаю кезеңіне көшеді. Міне менің бүгінгі видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.